Ал Мұралбек аға, жаңағы сұхбаттың жалғасын жалғастырайық. Сонымен сөйтіп Қытайда бір қыздарыңыз қалып қойды. Жарайды. Соны өзіңізді таныстырып, ары қарай жалғастырыңыз. Жаңағы жеңгеміздің аты жөнін айтып, өз аты жөніңізді айтып. Жақсы. Менің аты жөнім Мұралбек Алмашұлы. Алтай қаласы Балғояқ ауылынан келген. Жолдасым Ержемей Жеңісханқызы. Жаңағы сұхбаттың жалғасы. Сонымен Тұрсынғазы Тәжи деген адам қалданып, бүгінгі дәрежеге жеттік. Оны таба алмай 2018-ден бері өшіп кетті телефонында. Хабарсыз келіп, соны жұмыс істеп стройкада жүргенде Талғат Әділхан деген екі жігітпен танысып қалып, осындай әңгіме шығып еді. Соны жігіттер айтты, аға, оны біз тауып берейік. Елден естиміз айтып, Жаркентте деп. Сол Жаркенттен сол жігіттер тапқан екен. Тауып барып, видеокамераға сөйлесіп, сіз енді осы жігітке, Мұралбекке қарыз екесің, ақшасын алыпсың, баласын алыпсың, өткізіп берем деп уәде беріп. Неге өткізіп бермейсің? Не ақшасы жоқ, не баласы жоқ. Ал ақшасын қоя беремді. Неге баласын өткізіп бермейсің? Деп сөйлеген екен, сол телефонға видеода бәрін тарттырып апты. Мені кінәлі қылып сөйлеп қоя берді. Ояға сіз өтірікші екесіз. Өтірік айтыптан солай. Мені ертіп бар, сонымен барып сөзі басқаша болып қалды, өзгеріп. Мына жігіттер айтты, аға, сіз неге өтірік алдайсыз? Сіз жаңағы екі жігіт қайтадан қайтып барғаннан қайтып өздері барып сөйлескен ғой анада. Сөйлесіп болып, қайтадан сізге бола қайта өзгеріп қалды, өзіңізді кінәлап отыр. Ана Тұрсынғазы мені кінәлап, екі жігітке жамандап, мені жамандап қоя берген ғой, олар телефонға тарттырып алып, мені деп сөзінің бәрі жігіттердің телефонында бар. Иә. Содан мені ертіп барды, енді бет-бет сөйлесіңіз, бет-бет сөйлесіп, әділдігі айтсын деп бет-бет барып айттым, енді істі әдемі бастадың аға. Қызды әкелдің Қазақстанға. Көрсеттің, малын сойып, қонақ қылдық, риза қош қылдық. Келмедіңіз, звондап шақырып ек. Тамаққа келіңіз, мынаны шешіңіз деп. Ана сылтаумен тағы келмедім. Ертеңді ана кісілер кетті, ойбай біз бір апта туыстарымызды аралап келейік. Тастап кетеміз. Соға алпауын болып кетті, жоқ болып кетті. Қайтадан қашып кетіп отыр ғой Қытайға. Одан қайта ұзағынан қорықты, бұл балаға қасқыр жүрмесін деген шынымен. Ондай ойдар жағым болған. Іздеп содан екі жігіт айтып, соны барып айтып болған жайды. Енді әдемі бастадыңыз, адамшы әдемі әкеп беріп, ат жапаныңыз мініп қайсаңыз болады ғой. Ештеме жоқ. Енді әйел адамды кінәлай береді мынаны. Айтпаған сөзі жоқ, барды біраз жерге. Оған да жауап беру керек. Түптен түр қаралай беруге болмайды ғой. Иә. Соны сөйтіп айтып ек. Осыны болыпты. Соны мен айттым, мен ән жерге барғанда жарайды. Мен ары бері жүретін жағдайым жоқ, ақшам жоқ оған. Сен ақшаны орнына қой. 20 мың берген, 5 мың қайтарып алған өзім. Кенжеқан базарда автобусда отырғанда өзімнен. 15 мың қалды, бер соны. 5 мың қайтарып алған уақыт қай кез? Сол 2012-13 сол мөлшеріз. Сондай, ә? 13 қой дейм мөлшер. Білмеймін, ұмытқаптым мен бәрі. Соны жарайды онда. Біз 4-ші айдың, осы айдың 7-сі күні барғанбыз. Қолынан қолхат жазып берді. Ой, сенбеймін дедім аға. Онда автобусының паспортын берді. Мәз сенбесең, осыны уақыт ұстай тұр. Үйінде, кафесінің ішінде, үшеуміз оны ешкім ұрып, соғып, бір қинап, не қылған адам жоқ. Өз ауызды, өз еркімен жазып берді. Сол 4-ші айдың 7-сі ғой осы. 21 күні келдіңдер, мен Қытайдан барып ақшамды әкеп, сендерге алдырып, орнынан қойып берем деп. Ой, жарайды. Сонан Қытайдағы кісімен сөйлестік, видеокамерамен. Ол кісі айтты, сен әкеп өзің беріп кетіп, мен беріп кеткен аманат қылып бергем саған. Сен маған 3 айда әкеп берем дегенсің. Келдің, аман жоқсың. Мен айттым, берем дегем саған. Осы Қазақстанға көшіп кел. Бала сенікі. Бірақ балам менің көз алдымда жүрсін. Мен енді Қытайға баланы тастамайым деген. Енді
қазір вариант сенде видеокамерада сол жерде сөйлестік. Көшіп келмесең мына юзасы режим деген бар, әкеп баланы өткізіп берді, қайт болды. Басқа әңгіме жоқ саған. Қызды бағып жатқан адаммен сөз Қызды бағып жатқан адаммен сөйлестің ғой. Қайсы? Тұрсынғазының телефонынан сол жерде. Сол 4-ші айдың 7-сі. Содан қолхат жазып беріп келді, 21 күні келдіңдер деді, бардық 21 күні. Қайда қазір? Қолхат жоқ, өзіне бердік. 21 күні келді, бардық, барсақ жоқ екен. Кәпесінде соны звондадық. Ой, мен бір жерде ақша іздеп жүрмін, қазір барам, күте тұр. Сағат 2 өтті, ой, біз бір барып обед ішіп алайық деп сөйтті. Мен жігіттер кеттім, мен обед ішіп алайық дедім. 2:30 болып кетті ғой сағат. Ой, мен осы жерден ішпеймін, мен жақтан көшеден ішіп кетейік дедім. Кетті көшеге бардық, бір кәпеден тамақ бұйыртып ішіп, тамақ бұйыртып әкеп жатқан мен. Тұрсынға звондай қылды, ой, мен келдім, келе қалыңдар деп. Содан жанында бір сақалды жігіт бар болатын, ол қалды сол жерде. Талғат. Содан Әділхан екеуміз бардық. Барып айтты, осындай үстелге отырдық, үшеуміз ашханасының ішінде. Осындай жігіт Нұралы енді ренжімесін. Осындай жұмыс жоқ, енді ашылып жатыр. Ашхана оны жүрмей тұрып, ешкім жұмыс істей алмадық. Қазір 200 мың таптым. 800 мыңды біз жұма күні барғанбыз. 800 мыңды дүйсенбі күні қойып берейін орнына. Оны қалай қойсыз? Біз қайта-қайта келіп жүре алмаймыз ғой. Жұмыс бар, мына машина жүрістіріп, бензин. Сіздің бұл болмайды ғой. Оны Каспий нөміріңді берді, Каспий нөміріңді бердім. Берген паспорттың несін өзіне беріп кеттік ма деп. Суретке түсіріп алғанбыз алдында бәрін. Шықтық. Кәпеден шығып, машинеге отырып, 2 метр ме, 3 метр ме жүріп қалдық. Саат тұрсы кемдің адамдар автоматты төсеп, бізді келді де машинеден жұлып алып, мына басты жер бұрып, мына шекені. Нұқып аяқтан қолды қатқа қайырып, жерге аунатып кәдімгідей. Неменеге тартып видеоға бәрін. Одан ой, не болып қалды? Не істедім мен сендерге деп сөйлеме, не істедім, айтпайсың ба? Соны келді бір тергеушісі екен, видеоға алып. Шешіп қалтаң бәрін, қалтаңда не бар? Ештеме жоқ қалтамда. Наркотик жоқ қой, жоқ. Соны 1-2 жігіт шақырып алды көшеден, куәгер боласыңдар, келді. Қолбаған киіп, қалтаның бәрін тексерді. Қалтаңда телефон бар, темекі бар. 20 мың теңге ақша бар қалтамда, болды. Сол шықты. Алдында бір машинеге бензин құйған, қыз бере салған талон, сала салған қалтама, сол жүрді. Соны сақтырсыз тұр әк жерде, апарып Жаркенттің бір бөлімшесі бар екен, соған стенаға апарып тіреп қойып тұрдық. Қолымды артыма қайып қысып кетті анамыз, өмір көрмеген. Соны айттым артында, жігіт мынаны шеше, қолды буып кетті ғой, қысып әкетіп берді. Босат мына. Қайта бір алдыма қойып қойшы мына. Жанындағы жігіт оны алдыма қойып кетті. Кәпе дегенде қуып ақ кетті ұстап. Оны да алдап шақырып алып бергеш бауырын деп. Кәпеде жүгіріп жүретіндер бар ғой, біреу шақырып та бергеш деп. Дала ашықтым деп сарт етіп үсте қолымды артыма қайып, иығым шығып кете жаздап дейді алып кетті. Кино бір фильм болды әке. Соны басып сұрады әшейін. Сендер бизнесменді тонағалы келген бандит екесіңдер деп арыз жазған ғой мына бізге. Ондай арыз біз тонағалы, мен өз ақшамды сұрап келген адаммын. Оның ақшасында шығар болмай мен. Жоқ, сен Талдықорғанға барып жауап бересің. Жарайды. Қолда сен кірсек шығып, автоматпен айтып, төлетке апарады. Кіде дейді. Жүрдік әк жейді. Не істейсің? Түнде бір ұзын газелге басып алды да, сен деп. Көз ұрса бейін жігіттер, қазақтың баласы ғой, шеш мына. Біз қашып кететін адамдар емеспіз, бір қылмыскер, бандит емеспіз. Аққарасын айырмай тұрып өйтуге болмайды ғой. Қазақтың баласының бет-ауыздарын орап, біздің жұмыстарын ғой түсінеміз дедім. Кәдімгідей бет-аузын орап алған сақшы. Үрейлендіру мақсатында ғой, қорқыту. Олда автомат. Ой, шешіңдер мына. Болмайды мынадарын сендер. Біз қашып кететін адам, қайда барамыз қашқанда біз? Бұған дейін бір тонаушыл кісі өлтіріп жүрген адам емес, біз қақымды сұрап келген адам жай. Жарайды, түсінді ғой жігіттер. Қалып біледі ғой. Отырдық, жолда төлетке отырдық, темекі шегіп әңгімелесіп келдік.
әкелді аны Талдықорған түрмесіне қамап тастады, анализ алды, ана алды, мына алды. Нақ қай күні числосы? 4-ші айдың 21 күні. Осы 2023-е? 2023. Содан қамап тастады, апарып жаттық. Ертеңінде Талдықорғанның қайсы түрмесі екен? білмеймін енді. Жетісуский қамайтын Несі ғой, иә? екінші этажында жаттық. Анау тергеушінің аты жөнін білмейсіз ба? Диас деді ме, кім деді тергеушінің атын ұмытып қалдым біз. Жас бала екен, сол ұстап апарғанда, сол тергегенде сол ертеңінде түстен кейін түске таяп бір жігіт келді, ақ қағазға бір қолымызды қара күйесін жағып бастырып алды. Ол кетті, ештеме сұраған жоқ, ол қалай білмеймін мен ештеме. Бет алды нәрсеге қол қоюға болмайды ғой негізінде? Жоқ, мен айттым, мен қол қоймаймын дедім, ешқандай нәрсе қол қоймаймын. Сен не үшін себеп қол қойғансың, бәрін оқы, бәрін мен түсінбеймін, білмеймін дедім. Заңды да түсінбеймін, 52-ге келмей, білмеймін дедім ештеме. Ой, бәрі заң түрде, бәрі не жоқ. Сонда да бір қағаздан қол қойып берді, содан әр жерде кетіп қалды, түстен кейін әбет әкелді бізден. Кеңірдегінен аш жүре ме кейсіз? Сосын тергеушіге тергеу алып барды үшеумізде сол қарама-қарсы бірімізге біріміз қарама-қарсы жатыппыз. Жатық, сенде көз жасап алды, барып тергеді. Бірінші менен сұрап қайта бұрмалап. Қанша күн жаттыңыздар? Бір күн жаттық. Ертесі сұрады, иә? Ертесі сұрады. Түстен кейін апарып. Сұрады, қайта маған итермелеп, сонда енді бір жақты тыңдамай, екінші жақты тыңдасаңдаршы, мен ештеме қол қоймаймын, білмеймін, адвокат келеді, адвокат сөйлеседі, адвокатпен шешeceğim бұны, ештеме шешпеймін, мен балам үшін ұсталдым, балам үшін до конца барамын. Соттасам сотта мен әділдік бір жағына шығады тесіп. Дедім, содан барып тергеуші тыңдап, жазып отырды несіне. Мен айтқаным жазып отырды, бәрін оқыдым. Бәрін осы, қол қойып бердім, соны қалды, қайт кісентіп түрмесін алып келді. Жатайық енді екі сәт. Кесек алдымыздан 3 жігіт тұр, ақпара қағазы бар. Боссыңдар сендер. Босат деді сендерді. Боссыңдар деді, үшеу бірімізге не болып қалды, неге босатасың? Боссыңдар деді, болды, кетіңдер. Кеш болды. Соны ана біздің статьясы бергені. 194-ші баппен бірдеме ана тонаушылық бизнесмен тонаған үлкен бап екен бізге шашып жіберген арызы. Енді менің де айтқаным бар ғой, соны прокуратураға жіберген екен, прокуратурасы қайтадан қайтарып жіберді. Мына іс тергенге біздің басы екеуіміз. Содан осы шықтық, содан бері кеше шақырған екен, бардық, жоқ. Жұма күні келіңдер деп айтты. Мен Талдықорғанда жатыр ғой. Сонда ресми іс қозғалды ма? Ресми іс қозғалып жатыр қазір. Қозғалғанда машинелерін бермейді. Машинені бермеді, алған телефонды бермеді. Бірақ соташат 20 мың теңге ақша бар, бәрін бермеді. Міне бір апта болды, соташат дейді, күнде бір апта. Иә, сөйтіп айтпақтай. Біздің машинеден пистолет шығыпты. Ойбай, өтірік қой ол. Жоқ, ана видеодан көрсетіп тұр да, мен ол пистолет көргем жоқ оны. Ол пистолет қандай екен. Енді ана видеодан да видео қалып тұр ғой оны. Сонда ол жаңағы маған көрсетті, мен ертіп барған. Сіздердің балаларыңызды жоқ қылып жібергенмен қоймай өзіңіз қылмыскерлігін жасайын деп отыр ғой. Пистолет енді содан бірақ ана менің жанымда жігіт пистолет менікі деді ол. Айтты, мен салып жібердім деп, мен ана жерде күмәндаймын, қалдық көрдім, бәле қылама деп. Қасыңыздағы жігіттің пистолеті ме екен? Иә, мен соның жанындағы пистолет екен, ойыншық бірдеме қойдым, ол білмеймін бұл жердің пистолет не екенін түсінбеймін ғой. Оның документі бәрі бар екен, кеше бір орыс адвокатын апарып көрсетіп жатқан бәрі өздері осы жерде. Өзінің документі бар, жеке құжат. Ондай болса ол заңды болады. Оны ана орыс адвокатын айтып, мен қазақ адвокат алайын десе, мен қазақша дұрыс түсіндіре алмаймын дейді сөзімді. Орысша түсіндіре. Қасыңдағы жігіт кім еді? Әділхан деген. Пистолеті бар жігіт сол, иә? Енді бірақ оны біз барып пистолет төсеп, бүйт сөйт деген ешқандай әңгіме болған жоқ. Ол тұрсаларды ұрып соғу не болған жоқ. Осындай келдік, әңгімелестік, қойдық. Ол үйдегі телефонды бар ғой?
бәрі бар. Ана жақта телефонда отыр. Біздің телефонымызда ана жігіттің телефоны Тұрсынғазы сөйлеген, мені сөйлеген бәрі видеода бәрі бар. Соның кәпесінің ішінде. Милицияда. А телефонды да алып қалды. Телефонды да қол, үшеуміздің де телефонсыз жүрді. Қазір телефонсыз жүрміз. Өшіріп жібере ме деп қорқып отырмыз. Телефонда документтарды өшіріп жібере ме? Бірақ оны пакетке салып, жіппен буып, пеше тұрған таңбамен былай қарай қысып тастады бәрі. Олар енді ол ішінде телефонның ішінде бар затты жоқ қылып жібере алмайды. Ертең оларға да жауапкершілік келеді ғой. Иә. Мемлекеттік орган ғой. Сонымен сіздерден бір әділдік іздеп келдім. Бұның бір жағына шығарыңыздар. Ресми түрде іс қозғалды. Ресми түрде іс қозғалды. Мен арыз бәрін жазып қойдым. Адвокат алып жүрміз ғой. Одан кейін анау кім жаңағы кім еді? Тұрсынжан ба? Кім еді? Тұрсынғазы ешқандай хабар ошар жоқ. Тұрсынғазы тәжірибе жоқ, хабар жоқ. Бізге енді хабарласып жатқан шығар, бірақ біз шыққанда бізді тергеген тергеуші айттым деді. Тұрсынғазыға айттым, үшеу шықты, босаттық деп. Сол енді біздің сол артымыздан не істеп, не қозға қалды, не берілді, білмеймін. Анау жаңағы тергеушілерге пара беріп қойған жағдай бар шығар, еді? Кім? Білмейміз ғой. Тұрсынжан ба? Оны енді бәлемдеп Тұрсынғазы дейсің ғой. Енді ол бай ғой. Бірақ ана бізге 200 мың теңге ақша берді сана Тұрсынғазы. Мен жанымдағы Әділхан деген жігітке берді ақша. Ол менің қарыз ақшам ғой, сұрап тұрған біз оны не қылып тұрған. Сонда ана апарып тексергенде ол ақшаны бәрін жасап қойған екен, нөміріменен көшірмелеп ана жерге бәрін тізіп солай жасаған екен, өздерінің видеосы бар. Өздері арнаулы жасап тұтар ұстаған екен ғой. Арнаулы жасап ұстаған екен. Қолдан жасаған. Ондай болса ол пара берген болып тұр. Жоқ, егерде 11 жыл сұрап алмаған ақшаны. Енді ана екі баланың жазығы жоқ. Ол екеу болды. Жылаған әке шешені қолдан сөйтіп өтірік ақша алған қып жасап, одан кейін олар кеп сізді ұстады деген сөз, ол міндетті түрде жаңа Тұрсынғазы пара беріп отыр. Егер Тұрсынғазы жай ғана пара бермей, осылай өзі қорқып, мыналар бандиттер деп өтірік арызданып, мені өсіп тонағалы келді деп айтса, ондай қойылым болмайды ғой. Сонда ақшаның нөмірінің бәрі ана көшірмеде бар екен. Көп өкіметтің ақшасы екен ол. Ақша өкімет. Полицияны бірге ертіп ақша кетіп маған берді. Соны айтам ғой, қойылым ғой бәрі. Нөмірлі ақша ғой, пара берістен. Біз міне ол не қылып тұр ғой оны? Тұрсынғазы былай айтқан, анадар келеді маған осындай күні. Менің уәдем бар деген содан осылай жасаған. Тұрсынғазы ақша бермесе оларға соншалық өйтетіндей не жүріп Тұрсынғазы ақша беріп пара беріп тұр. Пара беріп тұр. Қанша төлеп тұр екен? Пара беріп тұр. Мына масқара жағы. Беріп қойып отыр ғой, ол нөмірлі ақша болғаннан кейін. Мен көз көрмеген. Үкіметтің кәдімгі номерленген ақшасы, иә? Номерленген ақша. Соны Тұрсынғазы ұстатып, Тұрсынғазы сіздерге қайтарған болып жатқан кезде келді аналар. Қайтарып беріп, мен жанында жүріп қалтасына сабалды. Ол ақша мен негізі ол маған бере салғанда дұрыс болар. Бұның қарызы ғой. Қазір қасыңызда екі жігіт нақақ. Нақақ, ол екеуінің обалы менде тұр қазір. Ол екеуі де айтты келіп берсін, аға алданып қалмаңыз, аға ішкенмендімеге қол қоймаңыз, аға алданып, осыны айта берді бұлар. Жолға қалсақ соны сыбырлай қалады, жолға қалсам соны сыбырлай қалады. Ешқандай қол қоймаған. Ана екі жігіт жергілікті жігіттер ме? Жергілікті. Стройкада танысқансыздар. Стройкада жұмыс істеп жүргенде танысқанбыз ғой, сондай әңгіме болып жігіт. Негізі ол екі жігітті де шақырып келіп 3-4 ай болды. алу керек. Бағана мен біреу Талғарда жатыр. Талдықорғанда біреу осы жерде бағана ертіп келейік деп келмеді. Ертең келеді. Ертең келеді, барады ол офиске. Менімен еріп барады. Шымқатаға барып жауап тұру керек. Бұл үлкен нәрсе екен, жай нәрсе емес. Үлкен нәрсе. Сонда мұны стадияға салса, біз үлкен қойып бергелі тұр. Сосын мен кеше ана алдыңын сол кімге айтып кеттім? Тергеушіге. Мен мына іске до конца барамын дедім. Өйткені менің Қытайда қызыммен қатысы бар. Қызыммен қатысы бар. Мен ұрып соғып танаушы жоқ, мына екеуі де бейбаз дедім. Мен үшін жылап жүрген әке шешенің көз жасын қорғатайық дедім. Өзіңіздің қызыңыз екенін дәлелдейтін жаңағы туылған кездегі шашыменен, қарын шашыменен кіндігі бар. Диенен арқыда анықтаса да шығады. Қалай болмасын, сіз Тұрсынғазының сол алдамшылығының дәлелдеу үшін сіз өзіңіздің қызың екенін гендік жақтан сараптама жасасаңыз сіздікі болып шығады. Ресми түрде сот болатын кезде
қалай болмасын сіз жеңеді деп ойлаймын, өйткені ол ДНК-ні тексерсе бәрі шығады. Қызды әкесін дедім, мен тергеушіге айттым, қызды Қытайдан әкесін, қан генімді тексерсін, шешесінің менің дедім, тексерсін дедім. Мен бұл істі қозғамаймын, бұл істі дедім, сен заңға неге айтпайсың, сотқа неге айтпайсың, менде де адамдар бар, сол халықараға да жариялай салам дедім. Бірақ оның бақты, қақты, адамшылықпен жүрейік қой дедім. Адамшылықпен істі бітіре салайық, өз қазақи жолмен сіз жақсы, мен жақсы, атшапанмен жүре берейік деген. Оған келтірмеді, мұны сізге әкелді, мен енді даканса барамын. Көрмей білмей шегінер жолым жоқ деді. Халықараға жарияласақ, соттасақ. Оған енді ұрысты айтасыз, шашылын одан да бет-беден түсірмейік деген ойменен. Ал баққан кісілерге жаным ашыды. Ертең неге алдымнан өтіп айтпайды, бір ауыз неге бүйтпейсің, неге сөйтпейді, Тұрсынғазы болған адамды айта салады да. Жағдай андай болды, пандемия болды, мұнда енді ол үйренген адам ғой сондайды. Масқара ғой, бір адамның қазір 11 жыл істедіңіздер ме? 11 жылдық өмірі. Мен одан моральдық шығын төлеу керек. Біздің қалтамызда 90 миллион ақша болған, 2 миллион ақша қалды осы жүре келгенде. Жатақта жатқанда ойланды. Оның бәрін санап сұраған. Моральдық шығыннан бұрын оны 11 жыл бойы басқа біреу бақты деген сөз, ол басқа біреудің бауырында өсті. Сіздерге жат болып кетті, кәдімгідей. Ол қайтарып әкелгеннің кезінде де сізге бауыр басып кету екі талай. Өмір бойы өшпенділік болуы мүмкін, мені тастап қойды деген сияқты. Бұл деген бір отбасының ойран болуына әкелетін нәрсе. Енді ана айтқан сөз анау, мынаны сала басың. Ол мен телефонда сөйледім. Бұның бәрін не сол жаңағы Тұрсынғазы деген кісі жауапты екен, иә. Дәлел пәкітіңмен сөйле деді. Заңға сөздер бар çalды. Есіне тартылу керек, иә. Дәлел фактілердің бәрін жақсы сақтаңыздар. Адвокат та айтты. Куәлігі бар, иә. Туу туралы куәлігі де туылған кезде деген қағаз. Иә, туылды деген. Бізде нақты сол кіндігі, қарын шашы бар да, қазір бізде суреттері қойып жүр, суреттері бар. Қайсының сол ана жігіттер айтқаннан кейін барып, мен барғаннан кейін барып, билеген видеосын бәрін жіберген ғой. Енді сол бағып жатқан кісіге де видеокамерамен бет-бет сол жерде сөйлестік. О кісі не дейді? Мен айттым, мен сізге айтқан сөзім уәдем қайда дедім, сөз сізде. Енді үйде мына әйел адамдар не қылды ғой, сұмдалаған күйеуін шығарып алып, мына әйелдерді кірістірме, екеуміз жігітпіз ғой, шеше салайық, бұл әңгіменің ештеме жоқ. Мен сізге айтарым, бақтыңыз, қақтыңыз, рахмет, оның Алла риза болсын, көз жұмайын дедім. Бірақ сіз осы жерге көшіп келіңіз, сіздің балаңыз дедім. Бала сіздің артыңызда жүре берсін, жүрсін, мен көз алдында жүреді. Балам, мына жерден жер ақ қойған, үйіңізді сабаңыз. Жерімді де берем, қандай керемет. Үй салып алыңыз үстіне. Осы жерде болыңыз, бала көз алдыда жүрсін. Ал сіз келмесеңіз, Қытайда болса, мен ол баланы Қытай қылмаймын, ашығын айтайын дедім. Мен осы бала үшін біткен тастап осы. Баламды ертең Қытай бір өкілі өлтіріп санасын деп, сол күнге әкеп, жеткізіп келген адам дедім, мен тастамаймын ол баланы дедім. Именно Қытай болмайды дедім, осы жерден бала шығып әкелдім осы жерде. Соның қайсын видеокамерада. Адамның аты жөні қалай еді? Аятбек, атайту Аятбек, әйелдің атын болып қалыппыз. Күнес ауданында. Күнес ауданында, Аралтөбе ауылында. Қалашығы. Нарық деген жайлауға жақын екен екен. Соны айттым сондай жағдайды. Қайсын видеокамерада айттым, мен сізге айтқан сөз қайда, уәде болды. Мен сөз айттым ғой, сізге мен Құдай қаласа 1-2 жылда пенсияға шығам барам ғой дейді да. Оны күтпеймін дедім, керек емес дедім. Сізде екі-ақ вариант қалды дедім, мен шығатын жолыңыз дедім. Адамшылық қылсам мен тағы дедім. Бірінші, көшіп келіңіз дедім мен жерге. Болмаса 14 күндік үй задарың берген, келді баланы берді қайтты дедім. Болды. Басқа вариант жоқ, мен алдың айтқан сөзім бәрін айдадым дедім. Деген бірді айтып отырдым. Не дейсіз? Құдай қаласа көшеміз 1-2 жыл пенсия, ол лапшаның бәріне тойдық қой қазір. Мен ешқандай қолға келіп міне дегенде болмаса сенімнен қалдырдым. Міне көшіп келгелі жатыр. Тұрсынғазы қанша малдады, 7-ші айда, 8-ші айда. Қазір енді бұл сіздердің Қытайда қалып қалған баламен болған осы оқиға, осы даудың өзі Қазақстанның сотына ұласып кетті да, өйткені Қазақстанның жемқорлығымен жалғасып кетті. Енді бұл үлкен шу болайын деп тұр. Тіпті бұның деңгейі көтеріледі. Сол кезде олар Қытай жақтағы ол
міндетті түрде бәрінің қатысты болып шығады. Иә. Жай оңай бітетін нәрсені өздері күрделілестірді. Иә. Сондықтан бұл жай нәрсе емес, үлкен шу болады деген сөз. Ақшасына сүйенді. Иә, ол бәрібір де сіздердің неңіз жеңеді, уайымдамаңыздар. Ол ақшасына сүйенді, бізде ақша жоқ. Аққа құдай жақ қой. Көрмейсің бәні. Анадарды сатып алып отыр. Құдайдың көзі бар деген нәрсе ғой. Мысалы, сіздер сонша жыл шырылдап жүрдіңіздер, ана Тұрсынғазы деген кісі өзі мұрның арты уыс деп барып, сіздерді орға жығам деп барып, мына мәселені ушықтырып жіберді, дәрежесін көтеріп жіберді. Енді бұған қаншама адамдар араласады, қаншама адамдар көреді. Бұл енді үлкен шу болайын депті. Негізінде қайыры бар нәрсе ұқсап тұр маған. Шыны керек, шешілетін нәрсе. Шешіледі. Білетіндер деген, сендер неге осы баланы сүтпейсіңдер, неге бүйтпейсіңдер, неге сотқа айтпайсыңдар, неге Қалқараға айтпайсыңдар, Серікжанға неге айтпайсыңдар дегенде біз айтқанбыз, болды. Енді адамшылыққа басында шыдадық қой. Қазақтың заңы бойынша, өзіміз бітсек енді. Шуылдатпайық ешкімге дегенбіз. Оған енді ол кісі өзі бастады. Біз енді аянамыз ба? Өзіміздің ішімізден шыққан баламыз ғой. Иә, дұрыс. Жақсы, онда қалған әңгімені ертең жалғастырамыз. Жалпы түсінікті болды, Алла қайырын берсін.